Адамзатта екі ана болады. Жарық дүниеге әкелген анасы және осы дүниеде өз бауырында аунатып өсірген жер анасы, туған жері. Атамекен туған халқының, ұлтының мекен еткен, ата-бабасының қоныс тепкен жері. Туған жердің топырағы, суы мен ауасы, түтіні де қымбат. Мен тұратын өлкенің табиғаты әсем, құстары сан алуан әуенге салып сайрағанда адамның көңіл күйін жақсартады. Салқын жел, таза ауа, жасыл желекке оралған дала, ауыл іргесінен сылдырап аққан бұлақты кездестіруге болады. Жерге жабысып өскен түрлі құлпырған гүлдері бейне бір түкті кілемдей көзді қызықтырады. Менің отаным кішкене болса да, мен үшін аса қымбат жер Хромтау ауданы Оңғар ауылынан бастау алады. Дөң ауылдық округіне қарасты Оңғар ауылы аудан орталығынан 10 км қашықтықта орналасқан. Жер көлемі 54.956 гектар, егістік алқабы 22.388 гектарды қамтиды. Киров атындағы колхоз 1929 жылы құрылып, оны басқару тізгіні 1930 жылы Хлыстовтан бастау алып, Кузнецов Василий, Германсон Николай, Мангалов Ескендер, Лыков Михаил, Альжанов Сағынай, Репухов Иван, Гайдар Анатолий, Сулеймен Омаровтармен жалғасады. Колхоз 1929 жылы Суықбұлақ, Сусановка, 1936-52 жылдары Буденный, Тарновка, 1952 жылы Киров атауына ауыстырылды. Ілкіде мұнда Киров, Үштөбе, Қызылжар ұжымшарлары болған. Колхоз уақытында комбайншылар мен тракторшылар арасында жарыстар ұйымдастырылып, ауылымыздың еңбек ардагерлері қатысып, жеңімпаз атанған. Соның бірі Байзолла Алдияров. Қазіргі таңда еңбек ардагері Байзолла Алдияров атымен Оңғар ауылына көше атауы берілді. 1941-1945 жылдары ауылымыздан үлкен жүкті арқылап, 100-ден астам ер азаматтарымыз ұлы отан соғысына аттанған болатын. Сол уақыттарда ауылымыздың ер азаматтарымен қатар нәзік жанды әйел қауымы да тылда еңбек етті. 1975 жылы колхоз басшысы болып Альжанов тағайындалды. Осы уақытта колхозда жұмыс қызу жүріп, өмір өзені өз арнасымен аға берді. Сол жылы 2 кешенді және 2 трактор бригадасы жұмыс істеді. Қызылжар ұжымшарында 68 трактор, 46 машина, 57 комбайн, 300 жылқы, 2200 ірі қара, 11.000 қой болды. Сондай-ақ колхозда өзінің медициналық пункті, астық сақтайтын қоймалары мен дүкендері болды. Кинофильмдер көрсетілген клуб және де 8 жылдық мектеп жұмыс істеді. 1976 жылдары Малышка балабақшасы ашылып, өз жұмысын жалғастырды. 1986 жылы Гайдар тізгіндеген уақытта колхозымызға жаңа мектеп, жаңа үйлер бой түзеп, жолдар жөнделіп, сымсыз телефондар жалғанды. Ескі қазандық базасында қош бетон шағын зауыты жұмыс істеді. Кейіннен 1993 жылы Гайдарды Умаров ауыстырды. Уақыт өте келе колхоз ыдырап, жауапкершілігі шектеулі серіктестікке айналды. 1999 жылы Оңғар ауылы Дөң селолық округіне енді. 2007 жылы ауылымызда Восход Ориал шахтасы бой көтеріп, 2008 жылы 500 жұмысшы жұмысқа алынды. 2015 жылы Восход Ориал компаниясы Оңғар ауылының тұрғындарына газ құбырын, сонымен қатар мектепті күрделі жөндеуден өткізіп берді. Мектеп жанынан Нұрсәт шағын орталығы ашылды. Елін, жерін сүйетін адам туған топырағының кешегісін бүгінмен, бүгінгісін ертеңімен жалғастырады. Бойында ұлттық намыс пен ұлттық мақтанышы бар адам өз еліне адал қызмет етіп, оның жарқын болашағына сенеді. Мен ауылымның болашағы жарқын болатынына еш шүбә келтірмеймін.